Жарайды, имам не істеп қойды? Не болды соншалықты айтатындай? Бірден оны телефонды алып алып, міне имамдар. Мен бір өңірде көрдім. Мешіт болғаннан кейін енді қоғамдық бәрімізге ортақ мәселе ғой мешіт. Кіргенде осы мана кілем бар ғой, кілем. Осы жайнамаздардың анау бұрыштары бүйтіп кішкене жиналып қалған. Сондай жерлердің бәрін іліп алып түсірген ғой анау телефонға. Бір бауырымыз бір өңірде қайда екенін айтпай ақ қояйын. Сөйтеді жаңа жартыбас, сонымен тоқтамай барып шіркеу түсірген ғой. Сөйтеді өзінің несін айтып жатыр енді. Міне дейді, мұсылмандардың мешіттің түрін қара дейді, имам қайда қарап отыр дейді. Міне кәпірлер болса да ана қауымдар дейді, шіркеуді қара дейді ғой. Кәдімгі тиянақты бәрі дейді. Негізінде керісінше болу керек, ой жіберген ғой ана кісі. Ана естігеннен кейін біз айттық, сен басың жұмыс істей ма? Сен не айтып тұрсың енді? Мешітте имамның үйі ма не ол не? Кім айтса мешіт имам қарау керек деген? Оны қайдан алдың сен? Имамның қызметін айтайын саған. Мешітте ол имамның ағартушы ғана жұмыс атқарады.